Шымкентте болған жағдай тек бір жас қыздың емес, тұтас қоғамның ар-ұятына қойылған ауыр сұрақ. Бұл оқиға махаббатта, дәстүрде емес, бұл ашық қылмыс және жабайылық. Қазіргі уақытта көптеген адамдар бұл оқиғаны көріп ойға қалды. Бірақ бастысы эмоцияға берілмей оқиғаның мәнін түсіну. Өйткені бұл оқиға бір ғана адамның тағдыры емес, қоғамдық қатынастар, үнсіздік және жауапкершілік мәселесін көрсетеді. Қыздың айтуынша бірнеше ер адам көшенің бойынан күштеп көлікке отырғызған. Сол сәтте қыз қайда бара жатқанын білмеген, не боларын білмеген, қорқыныш пен үрейдің ортасында қалған. Барған жерінде жағдай тіпті қорқыныштырақ болған. Оны тойға дайындалып күтіп алған адамдар болған. Үлкендер мен туыс туғандар қатысқан, от шашу атып камераға түсірген. Бұл қыз үшін өмір бойы өшпейтін мәңгілік жарақатқа айналған. Үйге кірген соң егде жастағы әйелдер қызды өз еркімен келгені туралы жалған қолхат жазуға мәжбүрлеген. Телефонын бермей қоқан-лоққы көрсеткен. Егер қолхат жазбай қойса, ұялы телефонын бермейтінін айтқан. Бұл тек физикалық қана емес, психологиялық қысым. Қыз өз құқығын қорғауға мүмкіндіксіз, бірақ оның жүрегіндегі қорқыныш пен үрей барлық кеңістікке жайылған. Содан кейін қызды зорлық пен жыныстық қатынасқа мәжбүрлеген. Бұл әрекет олар дәстүр деп атаған. Бірақ шын мәнінде бұл дәстүр емес, бұл қатыгездік. Дәстүр сөзі арқылы жасалған ақтау тек қорғансыздықты және жауапкершіліксіздікті маскировка жасау. Қыздың еркіндігі жоқ, пікірі жоқ, таңдауы жоқ, тек зорлық пен қорқынышқа мәжбүр болған. Қыз үйден шықпайтынын, оқуға бармайтынын айтқан. Егер қарсыласса үйге қамап ұстайтынын ескерткен. Оқиға аяқталғаннан кейін ешкім оның жағдайын сұрамаған, тек тойлаған. Бірақ қыз батылдықпен қашып, тірі қалғанына шүкір айтқан. Бұл ең ауыр жағдайдан да өмірге деген құштарлықтың күші. Бұл оқиға тек бір адамның трагедиясы емес, бірнеше ересек адамның қатысуы. Үнсіздік пен ақтаудың ортасында бір жас қыздың тағдыры тапталды. Бұл оқиға қоғам үшін ауыр сабақ, бізге көрсетуі керек. Үнсіз қалу қаншалықты қауіпті. Дәстүр мен қалыпты тәрбие деген сөздердің артында не жасырылған? Қоғамның әр мүшесі қалай жауап бере алады? Ислам мен дәстүрде бала мен жас қыздың қауіпсіздігі бірінші орында тұрады. Зорлықты ешбір себеппен ақтауға болмайды. Аманат, құрмет, еркіндік басты құндылық. Қоғам дәстүр деген сөз арқылы жасалған қателікті ақтамай, баланың құқықтарын қорғауы тиіс. Қорланған бала ұзаққа әсер ететін психологиялық жарақат алады. Болашақ өмірінде қарым-қатынаста қиындықтар туындайды, қорқыныш пен сенімсіздік қалыптасады. Бұл тек бір жас қыздың емес, болашақтағы қоғамның мәселесі. Мұндай жағдайда көрші-қолаң, туыс-туғандар, дос-жарандар, жалпы қоғам араласпай қалмауы тиіс. Үнсіздік қатыгездікті қолдау деген сөз. Қоғамның әр мүшесі жауапкершіліктің бір бөлігі. Заң қатыгездікті тоқтатуға, қайталанбауын қамтамасыз етуге, қорланғанның құқығын қорғауға арналған. Бұл әділетсіздік ешқашан кешірілмеуі керек. Шымкенттегі жағдай тек бір қыздың трагедиясы емес, бұл қоғамның өз-өзіне ауыр сұрағы. Бізге үнсіз қалуға бола ма? Біз қорғансыздың жанын ойламаймыз ба? Дәстүр мен қалыпты тәрбие атын жамылып, қателікті ақтап аламыз ба? Бір ғана шешім бар: қайталанбау, қорғау, үнсіз қалмау. Бұл оқиға сабақ. Батылдықпен қашып құтылған қыздың тарихы өмір бойы ұмытылмайтын трагедия.